қадір түні оқылатын 5 ерекше дұға. Ассалаумағалейкум құрметті көрермен. Рамазан айының ең қасиетті, ең ерекше түндерінің бірі қадір түні. Бұл түн жай ғана бір түн емес, бұл 1000 айдан да қайырлы түн. Яғни шамамен 83 жылдан артық уақыт жасалған құлшылықтың сауабына тең. Сондықтан бұл түн дұға ететін, Алладан сұрайтын ең маңызды түндердің бірі. Көп адамдар қадір түні намаз оқиды, Құран оқиды, бірақ кейде не сұрау керек екенін білмей жатады. Сондықтан бүгін біз қадір түні оқуға болатын 5 ерекше дұғаны айтып өтеміз. Бұл дұғалар жүректен шыққан кезде Алланың қалауымен қабыл болатын өте маңызды дұғалар. Арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, видеоның таралуына үлес қосыңыз. Бірінші дұға. Күнәлардың кешірілуін сұрау. Қадір түні ең бірінші сұралатын нәрсе күнәлардың кешірілуі. Пайғамбарымызға бір күні Айша анамыз, егер мен қадір түнін кездестірсем, қандай дұға айтуым керек деп сұраған. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай деген: «Уа Алла, сен кешірімдісің, кешіруді жақсы көресің, мені де кешіре көр». Бұл қадір түні айтылатын ең маңызды дұғалардың бірі. Сондықтан бұл дұғаны осы түнде көп қайталауға тырысыңыз. Екінші дұға. Жүрек тыныштығын сұрау. Кейде адамда бәрі сияқты көрінеді. Үйі бар, жұмысы бар, отбасы бар. Бірақ жүректе тыныштық болмайды. Сондықтан қадір түні Алладан жүрек тыныштығын сұрау өте маңызды. Мысалы, бұлай дұға етуге болады: «Я Алла, жүрегіме тыныштық бер, уайым мен қорқынышты жүрегімнен алыстат, жүрегімді иманмен нұрландыр». Жүрегі тыныш адам ең бақытты адам. Үшінші дұға. Ата-ана үшін дұға. Қадір түні ата-ана үшін жасалған дұға өте үлкен сауап әкеледі. Егер ата-анаңыз тірі болса, олар үшін дұға жасаңыз. Мысалы, «Я Алла, ата-анама ұзақ ғұмыр, денсаулық және береке бер, оларды әрдайым қорға». Ал егер ата-анаңыз өмірден өткен болса, «Я Алла, ата-анамның күнәләрін кешір, қабірлерін нұрға толтыр, жәннаттан орын нәсіп ет». Ата-ана үшін жасалған дұға ең қабыл болатын дұғалардың бірі. Төртінші дұға. Берекелі ризық сұрау. Әр адам адал, берекелі ризықты қалайды. Қадір түні Алладан адал табыс, берекелі өмір, қиындықтан шығатын жол сұрауға болады. Мысалы, бұлай дұға жасауға болады: «Я Алла, маған адал және берекелі ризық нәсіп ет, қиындықтарымды жеңілдет, маған пайдалы өмір бер». Алла қалаған адамға күтпеген жерден ризық береді. Бесінші дұға. Жәннат сұрау. Бұл дүниеде сұрайтын ең үлкен нәрсе жәннат. Сондықтан қадір түні Алладан жәннат сұрау, тозақтан қорған сұрау өте маңызды. Мысалы, «Я Алла, бізді жәннатқа кіргіз, бізді тозақ азабынан сақта, ақыретімізді жақсы ет». Бұл әр мұсылманның ең үлкен арманы. Қорытынды. Құрметті көрермен, қадір түні өмірдегі ең құнды мүмкіндіктердің бірі. Бұл түнде жасалған дұға кейде адамның бүкіл өмірін өзгертіп жіберуі мүмкін. Сондықтан бұл түнді бос өткізіп алмаңыз. Қадір түні айтуға болатын 5 ерекше дұға. Бірінші, күнәлардың кешірілуін сұрау. Екінші, жүрек тыныштығын сұрау. Үшінші, ата-ана үшін дұға жасау. Төртінші, берекелі ризық сұрау. Бесінші, жәннат сұрау. Алтыншы, еліміздің тыныштығында сұраныс. Алла тағала баршамызға қадір түнін нәсіп етіп, жасаған дұғаларымызды
қабыл етсін. Әумин. Егер бүгінгі тақырып сізге пайдалы болса, арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, видеоның таралуына үлес қосыңыз. Сіз де солай сауапқа кенеліңіз.